Мен сендерге бір жаман жаңалық айтқым келіп тұр. Мен деген Джонниді ұстап бытсын шығарып тастадым. Міне Джонни отыр. Мен сендерге өзімнің шартымды айтып кетейін. Егер Джонниді құтқарғыларың келсе, осы видеоға 3000 лайк жинаймыз. 3000 лайк жинамасаңдар, Джонниді мен мынандай аузыммен тістеп алатын боламын. Қалған шартты Джонни өзің айтып кет. Ал құрметті көрермендер, мені құтқарыңдаршы. Мені құтқару үшін не істеу керек екенін білесіңдер ма? Міне мына қысыл подписаться деген мен бар ғой, және де 3000 лайк басып кететін болсаңдар, мені құтқарасыңдар, және де комментарийға жазып кетіңдерші. Веном Джонниді жібер деп. Ал давай, Джоннидің өмірі сенің қолыңда. Тірі қалсын ба, қалмасын ба, сен шешесің. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге бұл Джонни. Бүгін деген бізде кәдімгідей құпия тапсырма. Ол қандай құпия тапсырма деп отырсаңдар, бүгін деген біз құпия Человек-паук, яғни өрмекші адамдарды іздейтін боламыз. Конечно, енді мен өрмекші адамдарды іздеуге өзім жалғыз бармайтын боламын. Жаныма сендерді алып кетемін. Егер менімен барғыларың келсе, давайте лайкты басып, және де подписацияны шашып жіберейік. Үшін деген міне, бүгін деген мен мынандай көлікте жүр, мынандай көлікті өмірлерінде көріп педіңдер, көрмедіңдер ма? Мына көлік қалай аталады деп ойлайсыңдар? Комментарийға жазып өтіңдер, мен атын айтпай қояйын. О, салам алейкум, чауының бір очкасы, братан, қалайсың? Братан, қайда бараттыр? Братан алысқа кетті, братан. Жарайды, братанға ештеген демей қояқ. Ақырындап жол жіберек, себебі деген біз іздейтін сирек, яғни құпия Человек-паук өрмекші адамдарды бізге тауып үшін бізге әлі газды басып жіберу керек. Кеттік басайық. Мына машина деген өзіміздің енді старый добрый ғой, өзіміздің қазаққа қатты ұнайтын машина. Енді естеріңе түсіре алмайсыңдар, қазақтарға қандай машина қатты ұнайды, соны жазып өтіңдер. Жолдан тұрамыз, жолдан. Косой родной, қойсашы, очкиң шешсеш, телефон тұрмасаш, мұшып кетем ғой мен. Джонни, бас тартпашы. Олшын деген бүгін жұмыстан шықтым, мен Косой екеміз жұмыс істедік та, мына пляжда как положено жұмыс істеп болдық. Сосын мен Косой кеттім, мен Косой зарплатаға жұмыс істеген келмейді. Лучше мен деген сирек Человек-пауктарды іздеп, оларды видеоға түсіріп, лучше сатып жібермеймін ба, кәдімгі реклама қылып шу, осым кәдімгі көріпсіңдер ме, сөйтіп ақша табам дедім енді. Қазір барып как положено бір фотоаппарат деген қалай кетті. Фотоаппарат сатып алу керек, фотоаппарат, сосын деген біз деген оларға барамыз. Және де қазір бар ғой, мен бір құпия оружие сатып аламын. Себебі деген бізге әр Человек-паукта, әр өрмекші адамды ұстау үшін бізге кәдімгідей қиналу керек қой. Себебі деген олар деген құпия ғой, енді олар көріп қоятын болсақ, мені қолаптағыда менің бытышымды шығарып жүр кәдімгідей. Сондықтан олар менің бытышымды шығармас үшін біз деген ақырында былай дрифтпен кіреміз. Дрифтпен, как положено дрифтпен ғой негізі. Передний привод болса да біз дрифтпеніміз ғой. Кеттік. Көрермендер. Ал құрметті көрермендер, бірдеңе көрсетсем күлмейсіңдер ма да? Давай, күлмеуге сөз беріңдер. Күлмейсіңдер, қараңдар. 1, 2, 3. Біздің Джонни деген, біздің Джонни деген ковбой ғой. Ковбой десе ковбой ғой, мұнаның қолына қараңдаршы. Қолындағы катанасымен зиг-зиг спать түгәнін көріпсіңдер ме? Қолындағы катанасы, көзде очки, баста шляпа. Енді бұл деген бізді енді как положено фотографтар бар ғой, кәдімгідей. Фотографтар фотоға түсіргендігі білдіртпей түсіру керек қой. Мысалы жануарлар түсіретін болсаңшы, ол жануарлар қашып кетеді ғой, мысалы, немесе жек қояды, аю болса сені. Мен кәдімгідей осылай енді сол Человек-пауктарға кәдімгі білдіртпей барайын деп атсың ғой, білдіртпей көрінер ме енді. Ол ковбой, мынау қайда жүрген бір ковбой деп ойлайды шығар, сол ойлап қояды да, сосын мән бермейді. Ал біз болсақ ақырында қолға телефонды аламыз да, фотоаппаратты қосамыз да, фотокамераны қосамыз да, шик-чирик деп фотоға түсіріп аламыз. Ол құпияларды жүр, кеттік. Біз ең бастысы енді сол құпия бар ғой, құпия Человек-пауктарды іздеуіміз керек. Олар сирек кездесетін жануарлар ғой. Жануарлар деп ол сирек. Оларды өлсең көрмейсің. Мына өмірде тез соған барайық енді. Былай соғылқағымыз болмаса, біз деген жақындап қалдық. Міне жақындап келдік, көлік осы жерге ақырындап қоя салайық. Себебі деген қазір біз
көлікпен баратын болса ол кәдімгідей бізді сесіп қояды ғой айтпақшы. Сол кейін ана үстіндегі бүкіл нәрсені шешіп тастадым себебі деген кедергі жасайды екен бізге ше. Фото түсіргенге кәдімгідей біртүрлі екен андай кепкамен ше. Сондықтан енді ақырын деген өзіміз жасыл шөптің арасында жоқ қой, өзіміз жап-жасылмыз, сондықтан білмейміз. Сондықтан ақырын кіріп оларды аңдуымыз керек. Бой, біз бірінші, по-моему, біз деген қазір бірінші өрмекші адамды көруіміз керек. Тез, давай жүгір, родной мой дорогой, отмаденен руй, газуй, братан, газуй. Тез. О, походу дела біз жақындап қалдық қазір. Қолға телефонды алып алайық. Давай. О, камера кірдік. Тоқта не дейді? Л дейді. Давай. Что там? Ох, ой, блин, бұл емес ең. Жа, потом бізге ең бас деген. О, әне тұр, біз іздеген алдынан іздеген табылар. Сиса көлігісіңе оқумен табылған. Жана тұрып еді ғой мына жерде. Күте тұрыңдаршы. Міне. Ух, ема, көрін қалмайық, міне тұр. Ебой. Қазының артына тұрып қаламыз. Көріпсіңдер ма, құрметті көрермендер? Қазір астынан дұрыстап тұрып қарамыз қазір. Ең кейін. Көріпсіңдер ма, әне билеп тұр ма, бірдеңе істеп тұр. Ох, біз деген өзіміздің бірінші экспонатымызды таптық. Енді қазір телефоннан камераға кірейік. Синематик дейді. Ох, синематик дейсің ғой, масштаб дейсің ғой. Масштабын құрсын, қайдамыз өзі көздеріңдер қазір. Телефон былай тұстайыз тұрақ кішен, көрінетін жерге түсейік, аға, былай. Көрінетін жерге түсейік, как положено, да, көрінетін жерге түсейік. Давай, өзіміз көрін қоймасақ болды, өзіміз көрінетін болсақ болды, бізге қана қойш. Сондықтан бізге қана болмасын, давай, тез, крик, давай, ух, дейсің ғой, да. Жақында атайық. Мынау интернетті жарады ғой, қараңдар, мынау деген жесткий би ғой, мынау интернетті точно мынау жарады кәдімгідей бар ғой. Мына решетканы алып тастайық, решетка бізге керек емес. Сосын кәдімгідей қазір глубинарезка істейді. Ох, мынаны қара дейсің ғой, қазір кішкене фильтр. Оған қара дейсің ғой, фильтр, давай. Ох, давай, его, қазір бір дерзкий. Ох, менің өзім рамкам сияқты тема бар екен ғой, қазір нәрсе рамк қойып алайық. Ох, міне, давай. Ал, давай, братан, биді әкет, давай, ебой. Ал, мен түсіргеннің пайдасы осы ма? Өзін еп тастадым, қазір өзіңді түсіріп алмасам сенің бар ғой. Жада тұр. Братан, шығар, тиіп алам оятыр, брат, шығар. Дану гүлбану, қайдағы шығарған сені? Кәнің бұлай тиіп алам ғой, мен білесің ба? Газ. Мен сені шығарам, күте тұр. Бірінші мен сені фотоға түсіріп алайын, қайда кетіп қалдың, Сен қалай түсірдің мен фотоға? По ходу дела, тоқта, жарайды, сен фотоға түсірмеген шығарсың мен, аха. Ой, басым айланып кетті ғой.
жарайды, фотоға түскенің құрсын. Мына жерде тағы не бар? Мынау не тағы? Давай, мен сені шығарып алайын ба мына жерден? Шығарайын ба, шығармайын ба? Шығарайын ба, шығармайын ба, братишка? Жатасың осылай. Болды, жата бер тогда, мен ары қарай кеттім. Базар жоқ. Мені түсірем деп қойды ғой фотоға. Ха-ха. Ема, түрім көрінбей тұр ғой. Тоқта, мынау қалай мына жерге. Сүрт жерейін. Болды. Білген құрметті көрермендер, бүгінгі эксперимент бізде особо болмады. Себебі деген мына Человек-паук мені көріп қойды да, артымнан қолап бір сейфқа тығып тастады. Әзер дегенде шыққасын ғой. Ема, қазір енді влог түсіріп кеттім, көріп тұрғандарыңдай телефонмен қоя салайыншы. Мына телефонды базар жоғы. Кәдімгідей ойламаппын анау атака жасай деген деп ше. Ал енді құрметті көрермендер, сендерге видеоны ұнаса, давайте осы каналға тіркеліп, мына қызыл подписаться деген кнопканы басып, және де лайк басып кетейік. Не дейміз енді, сөзге кетейміз енді. Пока-пока, родной мой дорогой.